Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге красный бархат пирогын дайындайтын боламыз. Керекті өнімдердің барлығын описаниеде қалдырып кететін боламын. Ең алдымен електен өткізілген ұнға сары майымызды салып, түйіршіктеп араластырып аламыз. Үстіне какао, разрыхитель және де қантымызды салып, бояуымызды салып, 6-7 қасық суымызды құйып, қамыр етіп илейміз. Біздің қамырымыз дайын. Енді қамырдың біреуін үлкен, біреуін кішірек қылып бөліп аламыз да, кіші бөлігін тоңазытқышқа немесе морозильникке, үлкен бөлігін холодильникке салып қоямыз. Оған дейін салмамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге творожный сыр және қант керек болады. Екеуін жақсылап араластырып, миксерлеп бір келкі болғанша араластырамыз. Біздің салмамыз дайын. Енді формамызға келетін болсақ, сары май жағып немесе пергамент қағаз төсеп аламыз. Қамырымыздың үлкен бөлігін алып, бір келкі етіп жайып шығамыз. Астына және жанына жеткізіп жайып, формасын келтіріп аламыз. Ішіне салмасын салып, бетін тегістеп жайып, жан-жағын шанышқының көмегімен әдемілеп шығамыз. Енді мұздатқыштан кішкентай бөлік қамырымызды алып, үккіштен өткізіп, 180 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бір жасағанын өте керемет болып шығады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.